Қайрат Еурокубоктағы ең ірі жеңілісіне ұшырады. Андерлехт командасы шашып тастады. 0-3 және Дастан Сәтбаев кеткелі қатарынан 3 матч Қайрат гол соға алмай келеді. Левскиймен қонақта, Левскиймен үйде және Андерлехт міне үйде қабылдап түкте істей алмадық. Кім кінәлі, не себеп, бұған кім жауап береді? Ендеше бүгінгі шығарылымды Қайрат командасына арнаймыз. Ерспорт YouTube арнасымен бірге болыңыздар. Кеттік. Бұл Ерспорт ерсін еріппен, бұл Ерспорт сіздермен бірге. Біздің достарымыз керемет сыйлық жасап жатыр. Бұл мынандай құлаққап AirPods Max 2. Оны ұту үшін төмендегі сілтемеге өтіңіз және байқауға қатыссаңыздар болады. 23 тамызға дейін бұл байқау жалғасады. Әлі де мүмкіндіктеріңіз бар. Ендеше белсенді болыңыздар, төменде комментарийге өтсеңіздер болады. Левскийді жеңіп барып Еуропа лигасының топтық кезеңіне түсуге болатын еді дедік. Бірақ Левскийде енді Қайраттан ұтылайын деп тұрған қарсылас емес еді. Ал Андерлехт қарсылас болғаннан кейін мына жерде енді бұл команданы түсінгендей болдық. Қайратқа өте қиын болатын, өйткені Бельгия футболы мен Қазақстан футболын салыстыру мүлдем келмейді, және тіптен ұлттық құрама мәселесі ол мүлдем бөлек. Біз бельгиялық клубтармен бірнеше рет ойнадық. Мысалы, өткен жылы Брюггемен ойнап, ол жерде де шашылып қалғанбыз. 2012 жылы Тобыл командасы Сент-Трюйденмен ойнап, қайта өз алаңында 1-0 есебімен Тобыл жеңген сол кезде. Енді бірақ Сент-Трюйденмен Брюгге салыстыру келмейді. Ал 2012-де Ақтөбе командасы Генкпен ойнап, бірақ сырт алаңда өз алаңда жеңілген. Алайда осы матчтарда біз енді Тобыл өз алаңында, Ақтөбе өз алаңында, Қайрат өз алаңында гол соққан. Ал мына матчта біз гол соға алмадық. 3 матч қатарынан. Енді бұл жерде Қайрат командасын табалап, сабап, ұра берудің қажеті жоқ менің ойымша. Былай енді қызбалықпен біраз нәрсе айтып қоятын шығармыз, бірақ мынау таң атпай отырып суық ақылға салсаңыз, кофе ішіп, шай ішіп демесе, бұл жерде былай қарасаңыз Астана командасы кезінде шулатты Еуропаны, Чемпиондар лигасында ойнады, Еуропа лигасында ойнады, Конференция лигасында ойнады. Жыл сайын әйтеуір Астана бізге Еурокубокты маусым сыйлап отырды. Ұзақ болмаса да. Ал Қайрат командасына келсек, Қайрат өткен жылы Чемпиондар лигасында ойнады. Біз албауыттармен Арсенал, Интер, Реал сияқты командалармен ойнап, өзіміздің дәрежемізді көріп, футболды сезініп, қонақтағы ойынға бардық, өз алаңымызда жаңағындай Реал сияқты матчтарды көрдік. Сөйтіп Қайрат кішкене футболдың бір бумын жасады. Бәріміз Қайратқа рахмет дедік. Уразбақтин осы Еурокубокке шығарғанына рахмет дедік. Жас таланттарды ойнатып жатыр дедік. Бірақ енді сын түзелмей, мін түзелмейді, Қайрат өткен маусымда Чемпиондар лигасында ойнайтындай құрам емес еді. Бірақ та бұл жерде сәттілік бар, команданың нәтижесі бар, жастардың ойыны бар. Тек қана барын сәттілікке жабыстыра салуға болмайды. Оразбақтиннің өзіндік бір жүрістері болды тактикалық. Міне соның нәтижесінде Қайрат Чемпиондар лигасына шықты. Рахмет. Енді биылғы маусымда біз не күтеміз? 2 жыл қатарынан ешкім Чемпиондар лигасында ойнамаған. Осы Қайрат ойнасын дейміз. Бірақ та құрамға қарамаймыз, талап етеміз. Ал құрамға қарасаңыз, сіз тіпті Еуропа лигасына да шамасы жетпейтін құрам екенін көріп отырсыз мына жерде. Өйткені командада топ деңгейде осында Еврокубокта ойнай алатын ол тек қана Марк Гуаль ғана. Гуальдан басқа сіз Мендонса, Африка, Оксонен, Юкола. Бұл сізді Еуропа лигасына шығаратын футболшылар емес. Әрине сіз енді Қазақстандағы үздіктерді жинадыңыз, бірақ легионер кезінде кішкене дұрыс таңдау болмады. Мысалы, Қайрат командасы өткен жылғы Чемпиондар лигасындағы ойындарын есептеген кезде 20 миллион евродай қаражат тапты. Бұл бақ өкілдерінде бар. Ол теңгемен шаққанда 10 миллиард теңгеден көп. Енді бұл футболда сондай көп ақша емес. Енді 10 миллиард деген сізге қазір көп болуы мүмкін. 15-20 шақты квартира алып тастайтын едім ғой. Жаңағыдай машина алып тастап таксовкаға беріп тастайтын едім ғой дейтіндей пландар жоқ футболда. Футболдағы план бұл өросты айлық футболшыларды сатып алу, олардың жаңағы агенттеріне төленетін қаржы, оның бәрі негізі жай ақша емес. Алайда Қайрат орта деңгейдегі топ деңгей, орта деңгей деп айту қиын. Енді орта деңгей деп кімді айтамыз? Мысалы, орта деңгей деп топ 5 чемпионаттың дәмін көрген. Кезінде Ингольштадт деген команда, немесе Лас Пальмас, Эльчи, болмаса жаңағындай Италия чемпионаты ойнайтын Дженоа сияқты қаншама футболшылар келіп ойнап жатыр, талантта.
соларды алып келіп, жарайды сен Олимпиакоста анау Эль Кааби дейтін шабуылшыны алып кел, немесе Олимпиакоста ойнаған. Я болмаса сіз Виктория Плзеннен Хоры Моры деген ойыншылар бар, соларды алып келіп кішкене Еврокубок көрген, сезінген футболшыларды алып келсеңіз, онда түсінерем. Ал бірақ Мендонса АФК деген командада ойнаған, ол АФК деген өзі Counter-Strike'та бір жерде қатып қалатын футболшы ғой, өз зонасына шыға алмай, жаны жоқ адам. Сондай бір жаны жоқ командадан келген сияқты болды. Алайда біз Мендонсаны да кінәлай алмайсың, өйткені ол командаға әлі бейімделген жоқ. Сен ол бейімделген күннің өзінде де, бірақ ол сені өзіңді бір сүйрейді деп айта алмаймын. Мысалы кеше мен Ласло Кляйнхайслермен салыстырып жатырмын да. Ласлоның объемы мүлде бөлек еді, оның астына тебетін доптар бөлек еді, оның жұлып алатын отборы бөлек еді. Енді әр ойыншының жеке ерекшеліктері бар, бірақ Мендонса мына жерде Қайратқа толыққанды бір кіріп кетті деп айта алмаймын, және келесі маусымда қала ма ол белгісіз. Сондықтан да бұл жерде таяқтың екі ұшы бар деп те айттым кеше фон тимде. Бұл жерде Уразбахтин қазақстандық бапкерлердің ішінде, кеше Бабаянды айтып жатырмыз, қазақстандық бапкерлер жоқ негізі. Сол Бабаян Астанамен Еврокубокте ойнады, жаңағыдай Григорчуктан кейін қабылдады. Мына жерде Уразбахтин бірінші жыл чемпион болады, екінші жыл чемпион болады, үшінші жыл Ордабасымен чемпиондыққа таласады. Жақсы ма? Өте жақсы. Және ол чемпиондар лигасына алып шығады команданы. Ол жерде өз деңгейімізді көріп қоя саламыз, жарайды, ұпай ала алмайсың. Және келесі жылы ол конференция лигасына түсіреді. Және оның құрамы негізі конференция лигасында да ойнайтын құрам емес деп айтуға болады. Ана екі раундты әдемі өтіп кетті негізі. Соған рахмет айтуымыз керек бір жағынан. Өйткені бізге Еврокубок жоқтан жақсы ғой, жоқтан жақсы. Еврокубок қой, конференция лигасы Еврокубок. Бұл жаңа Мендонса бар, Гуаль, оларды білмеймін. Бірақ Тұяқбаевқа, Исмаил Бекболатқа, ортадағы Байбекке, Кургенге, тағым бар біздің таланттардың бәріне, ертеңгі Ташпулатов ойнай ма, кімді ойнай ма, жаңағы Меңдіханов дейін деп жатырмын. Ортада ойнайды. Әбіш деген футболшылар көп қой Қайратта. Вот соларға мүмкіндік беріп жатса, ол өте жақсы тәжірибе болатын еді. Енді Қайрат конференция лигасын жеңіп аламыз деп ойнамайтындығы түсінікті ғой. Енді бұл жерде тәжірибе, барынша ұпай алу, Қазақстанның жаңағыдай коэффициенті көтеріледі. Әрбір жеңіске, әрбір гол қаражат бұл жерде, жеңіс ақша. Сондықтан да Қайрат бұл жерде енді еркін, қалай айтсам болады, әр ойынға әртүрлі дайындалады. Қарсы ертең жеребе тарту рәсімі өтеді, жауапты бір аптадан кейін, сол кезде қарсыласқа қарай сәл күшіңді байқайсың. Оның үстіне сен Ордабасымен чемпиондыққа талас жүргізіп жатсың. Сондықтан да бұл жерде Уразбахтинге біраз ойлану керек болады. Ал енді Уразбахтинді неге сынайды? Өйткені бұл бапкер анау балалармен, енді Қайраттың жастарымен бұрыннан жұмыс істеп келе жатқан маман. Сондықтан да кейде біз білеміз, раздевалкадағы нәрселерді, ойыншылармен бір ойыншылардың тәртіпсіз әрекеттерін, қақтығыстарын жасырмай айта салады. Ол бізге де бір түрлі естіледі, және сол кінәлі ойыншыға да ол бір түрлі естіледі. Және арасында бапкер мен ойыншының арасында бір алауыздық болуы мүмкін деп ойлайсың, алайда 2 күннен кейін жаңа гол соққан соң ол бапкерге жүгіріп келіп құшақтауы мүмкін. Өйткені көп балалар негізі Оразбахтинді мүмкін әкесіндей көретін шығар, енді мынандай кезінен біліп өсіп келе жатқан балалар. Сондықтан да олармен Батяң сенімен қалай араласатынын өзі біледі ғой. Елдің көзінше боқтай салады, өзінікі дұрыс болмаса да ұрса салады деген сияқты. Сондай отношение деп ойлаймын мен қазір олардың арасында. Бірақ егер кәсіби тұрғыда келетін болсақ, жалпы футболда Европадағы тұрғыда келетін болсақ, ол дұрыс емес нәрсе. Жозе Мауриньо, Гвардиола сияқты бапкерлер бүкіл кінәні өз мойнына алады. Және іште болып жатқан конфликтіні айтпайды. Бірақ оны өздері сөйтіп шешіп алады. Ол құда да тиіш, құдағи да тиіш дегенді сол Жозе Мауриньолар біліп тұр негізі. Жаңағы көпшілікке шашпай, жағдайды ушықтырмай, 1-2 матчқа шықпайды, жарақат таппаған, денсаулық белсенді емес, флеш-скорға жаза салады, неактивный деп сөйтіп 2 күннен кейін ойнай береді. Сондықтан да бұл жерде Уразбахтинді осы жағынан сынайды, неге ол футболшылардың жекесіне өтеді, неге оны көпшілік айтады деп. Енді ол өздерінің ара қатынасы, өздерінің арасындағы проблема. Мүмкін ол футболшыға жаңағы соны айтып жатқан футболшы көңіліне тимейтін шығар, үйреніп қалған шығар, мен білмеймін. Алайда ол сырт көзге сәл біртүрлі естіледі.
Ал екінші сынайтыны ол жаңағы ойыншыларды қосал құрамына кіргізу және негізгі құрамды дұрыс жасақтау. Міне осы проблемаларды айтады. Иә, бұндай мәселелерді енді бапкер болмасаң да, футболшы болмасаң да, қарапайым көрермен ретінде аптасына 6-7 матч көретін көрермен ретінде саған да кішкене бір түрлі болып қалады. Неге керек кезде шабуылшыны шығармайды, өз шықпаса неге ортаны ауыстырмайды, нені күтеді. Енді былтырғы матчтармен салыстыруға болады Чемпиондар лигасындағы. Енді әр бапкерге виднее дейді ғой, өзінің несі бар жағында. Кейбір бапкерлер болады, 65-ші минутта 6-5 ойыншыны ауыстырып тастайтын футболшылар сәттер болады. Қатарынан жаңағыдай ауыстырып тастай салады. Кейбір болады, мүлдем замен жасамайтын бапкерлер де болады. Сондықтан да әрине бұл жерде әртүрлі пікір, бірақ бапкер ретінде осындай бір өзінің де енді любой бапкер идеалды емес, өзінің минустарын осындай бір ойыншыларды ауыстыру, жаңағыдай бір негізгі құрам, қосал құрам мәселелерін шешіп алса, алда енді ол конференция лигасына негізі маңызды ойындар керек болады. Және кеше сұхбат беріпті, маған дейін Қайрат жыл сайын Чемпиондар лигасында ойнап жүрді ме дейді. Менің жұмыс істеген кезеңімде 2 рет чемпион атандық, өткен жылы Елчінің тобына шықтық, ал биыл кем дегенде конференция лигасы жолдама алдық. Ит үрет керуен көшет дейді. Разговор жоқ. Кім мысық, кім ит дегендей ғой мына жерде. Рас енді ит үрет керуен көшет, ол рас енді. Бірақ енді ол кімге байланысты айтқанын мен білмеймін. Енді ол бұл жерде айту керек па? Егер бізге байланысты айтатын болса, енді біз Оразбақтың жаңағы тактикасын айтып отырмыз, мынаны айтып отырмыз. Бізге байланысты айтатын болса, енді өзі білсін. Бірақ біз айтуға тиіспіз, өйткені Қайрат бұл халықтың командасы, өздері айтқанда. Қайрат бұл бәріміз жанкүйер болатын команда. Сондықтан да біз жанкүйер отырған команданы тізгіндегеннен кейін, әрине бұндай пікірлерді, бұндай сындарды қабылдау керек деп ойлаймын. Әрине, міне 3 жыл чемпиондар лигасы, чемпиондыққа таласып жатыр дедік, және міне 2 жыл қатарынан Еврокубокте таланттарға мүмкіндік беріп ойнатып жатыр. Соның арқасында Сан-Сироның Копенгагенге қарсы қазақстандық футболшылар гол соқты, Дастан Чемпиондар лигасында гол соқты, қазақстандық ең жас футболшы атанды, Олжас Байбек гол соқты Чемпиондар лигасына. Сондықтан да осындай таланттарды түлетіп, көрсетіп жатқанына әрине ол өзінің еңбегі бар, оны мойындайды, жоққа шығарамаймыз. Таза бір болмайтын бапкер деп айту енді ол қате болады. Әрине, кез келген Стойловтың да кезінде қателігі болады, кім енді жаңағы топ бапкерлердің бәрінің қателігі бола береді. Ал енді бізде Оразбақтың сияқты қазақстандық бапкерлер осылай хотя бы Тобыл, Ордабасы, Астана, Ақтөбе хотя бы конференция лигасында осылай ойнап тұрсақ, хотя бы 2-3 командамыз хотя бы жыл сайын тұрақты түрде ойнап тұрсақ, бетон онда біздің футбол өсіп жатыр деген сөз. Бетон біз онда Европа чемпиондар лигасының жолы алыс емес деген сөз. Ал бір команда тырпыштанып, оның үстіне оны біз көміп тастасақ, ол өте негізі нашар қате болады. Сол үшін конференция лигасына жолдама алған Қайрат командасын құттықтаймыз. Рахмет. Бұл құраммен енді қиын болады, усиление болады деген ойдамыз, және осы құраммен бізді жеңістермен қуантады деген сенімдеміз. Ал енді кеше 0-3 есебімен жеңілді. Минималды есеп болса да болатын еді ғой, және абыроймен бір жеңілуге болатын еді ғой. Анарбековті кеше сынапты. Бельгиялық басылымдарда жазыпты. Темірланның кешегенді ойыны аса бір қатты көңілден шықпады дегендей. Басылымдар сондай жазған екен. Енді бұл жерде қалай айтсам болады, кезінде Оливер Кан, немесе жаңағы Дида, аңыздар ғой, Фабиен Бартез дейтін сол кісінің бастығы. Сол кісілердің де қашып қалады. Мен Анарбековті ойбай, сен салыстыратын адам тапқан екенсің деп айта беріңдер, әңгімесі жоқ. Комментарий тегін жаза беріңіздер. Бірақ бұл жерде айтқым келетін қақпашыда қателіктер болады. Анарбеков кішкене орыннан шығу кезінде қателіктер жіберді, бірақ оның карьерасы, Европада карьерасы әлі даму үстінде деуім керек. Сондықтан да біздің ұлттық құраманың қақпашысын, Қазақстанның нөмір 1 қақпашысын дәл қазір бельгиялықтар сынай берсін. Оларға в общем түмәди сау керек қой, бүйтіп столдың астынан. Сондай нәрсе. Қысқасы, Анарбековке бұндай кезде енді қолдау көрсету керек. Ол қолдан келген барлығын жасайды және жасай береді деп ойлаймын. Ал жалпы командаға келсек, құрам бойынша айттым, ойын бойынша аса бір керемет ойын жоқ Қайратта. Барынша тырысып жатыр, бірақ ойынды түрлендіріп, ойынды ширату, тактикалық бір комбинациялық шабуылды жасау, қарапай 5-6 паспен алға қарай шығып кету, прессинг жасау, прессингте шығу
кішкене бір проблема болып тұрғанын өздеріңіз де көріп отырсыздар. Енді білмеймін ол алдағы уақытта қалай реттеліп жөнделіп кететінін. Қайраттың матчына бір күн қалған кезде Тикетоннан кіріп билеттерді қарасам, билет топ тұр. Билеттер бұл жерде бағасы 8.000 мен 12.000 арасында болған екен, қақпаның арты 4.000 болған екен. Топ тұрды билет. Сосын біреу жазды, 5 сағат қалған кезде де билеттер біраз болды, кәдімгі таңдауға болды. Бұл деген негізі әлі де сәл қымбатырақ сияқты көрінеді алматылықтар футбол жанкүйерлері үшін, ал қала қонақтары үшін. Мысалы Астанада ұлттық құраманың ойынының билеттері 2.000 теңгеден басталады. 2.000 теңгеден 7.000 теңгеге дейін аншлаг солд аут деп ұялмай жазып қояды. Сосын жанкүйерлердің алдында футболшылар да өте ойындарында өзгеріс пайда болады. Жанкүйерлерге тікелей байланысты ойын. Ал Қайратта кеше стадион толық болған жоқ. Егер кішкене бағаны тағы да түсірсе, 8.000, 12.000 Андерлехт сияқты команданың ойынын көруге қымбат болса, Қайратқа жанкүйерлік ету үшін қалтаға тарлық етсе, онда сәл 5.000-нан ба, 4.000-нан ба қақпаның артын 2.000-нан қып жағдай жасаса деген тілек, ниет бар. Өйткені футболшылар жанкүйерлердің алдында жақсы ойнайды. Футбол фанаттар үшін, футбол жанкүйерлер үшін бұл ақшадан ешкім байып кетпейді. Негізі осы стадион егер толып, матчқа бір Қайратқа қолдау білдіруге келетін көрерменнің қаражатына ешкім байып кетпейді. Сондай көп қаражат емес, бірақ сәл жанкүйерлер жиналмай жатыр ғой. Былтырдан бері осыны көріп отырмыз. Айтылып жатыр, проблема, фанаттар да айтып жатыр. Кішкене бір жөнге келтірейік деген жоспарлар іске асса екен деген тілек бар. Кеше енді ойынның тағы да бір әсер еткені, бельгиялықтар да жазып жатыр ғой, біз өзіміз жаңағы үндемей қоя саласың ғой. Газонның сарғайып кеткені дейді. Шөптің сарғайғаны, сапасы нашарлап кеткен, өйткені Кенни өз тәтем концерт беріп кетті. Шары бір күн жарылды, жарылған жел шықты, өзінің де жел шықты, ананың да жел шықты. Сөйтіп жаңбыр, найзағай, табиғаттың өзі қарсы болғандай, бірінші күн отмена болды. Ойбо, қаншама 500 мың, 600 мың, 700 мың, миллионға билет алған адамдар келесі күні барамайтын болды. Өйткені қазақ білесіздер, бір күн бос жүрмейді, күн-күнге тіреп план құрып тастайды. Сол планды бұзамай, көбісі концертті көре алмай, ақшаға сата алмай, минусқа кетіп, сол Кенни Уэстті бір боқтап кеткен ау негізі көбісі. Өйткені Тредста да көп оқыдым мен, достарымнан да көп естідім, билет алып концерт көре алмай кеткендер көп. Ал көргендер енді ырза болып жатыр ғой, өмірде мұндай концерт көрмедік деп. Бірақ Қайраттың стадионын бычытып кеткені дұрыс болмапты. Не ол сарғайтып кететіндей не істеген ол жерде? Иттер көп болған ба, не болған ол жерде? Әлде жаңағыдай кезек көп болды ма, сыртқа шығу қиын болды ма, жібере салды ма, сол жерде тұрып мен түсінбедім. Әлде таптады ма? Алдағы уақыттағы ойындарда енді бұл шөп реттеле ма білмеймін, бірақ ол шөптің да негізі әсері бар. Анау шет елдердегі матчтарға шықсаңыз, кәдімгі кілемнің үстінде жүргендей боласың, бірақ асты лай болып тұрады ғой, енді жап-жасыл шөп, табиғи шөп. Ол жерде ойнау приятно да, жүру приятно жерде. Сондықтан да бұл да бір фактор деп жатыр. Бірақ енді алаңыңыз кәдімгі кілем төсек қойсаң да, кешегі Андерлехтті тоқтату өте қиын болды. Қысқасы Қайрат енді бір Андерлехтті әділетсіз түрде бір жеңіп кетті дей алмайсың. Бұл команда өзі сәл бір қателік жіберсең болды, кешірмейді. До конца ұрады, тоқтамайды. 3-0, енді ответкада сен Бельгияда 4-0 есебімен жеңеді деген ол өте қиын. Сондықтан да жастарға Уразбахтин осы жерде мүмкіндік беріп, әйтеуір біз жастарға мүмкіндік берсе дейміз. Әйтеуір олар Еврокубокты ойнап, ашылып, Дастанды көріп алғаннан кейін енді мынау жаман үйреніп аласың да, Дастан сияқты болып кетсе екен. Сон болмаса да соның деңгейіне бір жете қабыл ойнаса екен, ұлттық құраманы ташит етсе екен, ертең ұлттар лигасы келе жатыр. Исмаилбек болады, Азамат Тұяқбаевтар шақыртып алып жатыр. Елдос Ахметов ағамызға рахмет. Жастармен көп жұмыс істейді. Жастармен көп жұмыс істеген нәтижесінде осы жастарды ұлттық құрамаға шақыруға себеп болады. Өйткені мынау Джон Скип бапкер келгеннен кейін ол бүкілінің ойынын көре алмайды ғой ол. Мүмкін емес ол. Көрмеген ойыншыларды шақырған, бірақ қасындағы ассистенттері бес саусағындай біледі. Сондықтан да Қайраттың осында академиясынан шыққан жас балалардың негізі ұлттық құрамаға шақыртып алғаны мені қуантты. Бұл осы Еурокубоктегі ойынның, чемпиондыққа талас ойындарының чемпион болған кезеңдердің бір балалардың өз еңбектерімен жеткен жетістігі деуге болады. Сондықтан да Исмаилға Азамат Тұяқбаев алдағы ойындарда дебют жасап, гол соғып, біздің ұлттық құраманың жарқын болашағы екенін көрсеткен тілек бар. Ендеше Қайратқа алдағы Еурокубоктың ойындарына сәттілік тілейміз.
Қайрат конференция лигасында бізді жеңістермен қуантады деген ойдамыз. Достар, каналға тіркеліңіздер, лайктарыңызды басып, комментарий жазып, достарыңызға таратып жіберіңіздер. Өз пікірлеріңізді комментарийге міндетті түрде жазыңыздар. Қайрат командасы туралы сіз не ойлайсыз? Бұл спорт ерсің ерікпен. Бұл спорт